Әкесі баласын оқыту үшін оған мұғалім жалдайды. Ал олар болса тым артық кетіп, араларында махаббат пайда болады. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Кино Тайм каналы. Бүгін біз «Мой наставник» деген фильмді талдайтын боламыз. Ең басты рөлде Бобби деген жігіт. Бобби және оның достары әлі күнге дейін қыз көрмеген екен. Сөйтіп бір күні олар бұл жағдайды түзейміз деп, кешке жақын ақшаға қыздарды сатып алуға барады. Бірақ барған кезде бір досына жаман қыз түсіп, ал Боббидің өзі ұйықтап қалып, сөйтіп олар тағы да қыздарды көре алмай қалады. Таңертең әкесі баласын шақырады. Боббидің мұғалімі әкесіне француз тілінен төмен бал алып қалғанын айтып, оған қосымша емтихан тапсыру керектігін айтып түсіндіреді. Сол себепті әкесі баласына жақсы француз тілінен беретін мұғалім жалдап қойыпты. Келесі күні Бобби бассейнде жүзіп жүрсе, жаңағы Терри деген мұғалім келіп, екеуі танысады. Жаңағы Терри деген мұғалімге Боббидің әкесі, егер де балам жақсы нәтиже шығаратын болса, мен саған қосымша түрде $10,000 беремін деп, бірақ сен бұл туралы мен балама айтпа деп екеуі келіседі. Сөйтіп кешке жақын Бобби досымен бірге кафеге барады. Сол жерде Боббидің досы официант қызға ақша беріп, менің достарымды қанағаттандыр дейді. Сөйтіп қыз есік алдына шығып, менің тек 10 минут уақытым бар, кім бірінші болады дейді. Достары Боббиді бірінші қылып қалдырып кетеді. Сөйтіп екеуі енді шешініп бастайын деп жатса, сол жерге үлкен байкерлер келіп қалады. Ол байкерлердің бастығы жаңағы официант қыздың жігіті екен. Олардан қорыққан Бобби машинаның астына тығылып қашып кетеді. Сөйтіп байкерлер кафенің ішіне кіріп, Боббидің достарын ұстап алып, оларды ұрайын деп жатса, жаңағы официант қыз келіп, мен бұл жігіттермен даже ақша берсе де бірге болмаймын деп, оларды құтқарып қалады. Тағы жолы болмаған Бобби үйіне қайтып, есік алдына шығып қалса, бассейнде жүзіп жүрген мұғалімін көреді. Мұғаліміне қарап, оның артынан аңдып, бөлмесіне дейін барады. Оның мұғалімі Боббиді оқытып болғанша солардың үйлерінде тұрады екен. Таңертең екеуі дайындалып, уақытша тест өтіп көрейік дейді. Сөйтіп Бобби ол тесттен тек қана 80 балл жинайды. Бірақ оған оқуға түсу үшін кем дегенде 85 балл болу керек екен. Сөйтіп екеуі кешкі асқа бір ресторанға барған кезде, сол ресторанның ішінде жаңағы Терридің бұрынғы жігіті болып, оған тиісе бастайды. Сөйтіп Терри онымен сөйлескісі келмей, Бобби екеуі қашып кетіп қалады. Кешке жақын Бобби қайтадан кешегідей мұғалімнің артынан аңдиды. Артынан аңдып бара жатса, мұғалім оны ұстап алып, енді қайтып менің артыңнан аңдығанды қой дейді. Таңертең Бобби өзінің анасымен кездесіп, Терриді сұраса, анасы оған оны бір жігітпен кетіп қалған дейді. Сөйтіп біраз уақыттан кейін Терри қайтадан үйге қайтып келіп, есік алдында жігітімен сөйлесіп тұрады. Оны көріп қызғанған Бобби жігітіне барып, біздің сабаққа дайындалуымыз керек деп, қызды әкетіп қалады. Соған қарағанда Терри жігітімен татуласқан көрінеді. Өткеннен кетіп баратып екеуі бір-бірін сүйіп қалады. Сөйтіп кешке жақын Бобби достарымен бірге тағы да клубқа барып, тағы да ұятқа қалып, үйіне келсе, есік алдында жылап отырған Терриді көреді. Терри оған жігітімен ұрсып қалғанын айтып, ал Бобби болса оны қолдап, мен сені бағана қатты қызғандым дейді. Сөйтіп Терри Боббидің бетінен сүйіп, бөлмесіне барып шамалы уақыттан кейін бассейнге шомылуға шығады. Бассейнде шомылып жатса, оның дәл қасына Бобби келіп, оған қарап тұрады. Сол кезде Терри Боббидің қолынан ұстап, оны суға түсіріп жіберіп, екеуі сүйіседі. Сосын Терри Боббиді қолынан ұстап, өзінің бөлмесіне апарып, екеуі жақсылап тұрып түндерін бірге өткізеді. Сосын бірнеше күннен кейін Боббидің туған күні болады. Сол кеште Боббидің әкесі Терриді шақырып алып, шамалы ішіп алған соң, оған бір түнді бірге өткізейік дейді. Терри оған келіспейді. Кеш біткеннен кейін Бобби Терридің бөлмесіне барып, екеуі тағы да төсектің тас талқанын шығарады. Таңертең Бобби тамағын ішіп отырса, бір машинаның дауысы шығып, есік алдына Терридің бұрынғы жігіті келеді. Бобби оны күтіп алып, оған кет дейді. Ал жігіт болса өзін Брюс Ли санап, қазір бір жеріңді айырамын деген кезде, Бобби мен қазір келемін деп, пистолетін алып оны қорқытады. Қорыққаннан бұтына жіберіп қойған жігіт машинасына мініп, енді қайтып келмейтіндей болады. Келесі күні Бобби Терриді таңғалдыру үшін әйелдер дүкеніне барып, оған іш киім сатып алып, содан соң паркке барып, төсекте қалай арыстан болып, қызды қалай
таңғалдыру керек екенін үйренеді. Сол сәтте Бобиді оның сыныптас қызы көріп қалады. Негізінде Бобиға ол қыз шамалы ұнайды, бірақ оған қарай қадам жасамайды. Сөйтіп Боби үйіне қайтып, жаңағы үйренген тәсілдерін жасап, Терриді біраз қуантады. Сөйтіп бірнеше күннен кейін кешкі аста Боби өзінің әкесінен «Мен Калифорнияға түсемін» деп рұқсат сұрайды. Бірақ әкесі оған қарсы болады. Сосын Боби Терримен бірге сабаққа соңғы рет дайындалып кетіп баратқан сәтте олардың сүйісіп тұрғанын әкесі көріп қояды. Келесі күні Боби емтихан тапсыруға барып, нәтижесінде 90 балл жинап, Терри екеуі қатты қуанады. Сосын Боби қызға Сан-Франциско қаласына қыдырып барайық десе, қыз «Мен ертең Францияға ата-анамның қасына кетемін» деп жауап береді. Сөйтіп әкесі баласын құттықтап, Терридің $10,000 алғанын өзі айтып береді. Одан жынданып шыққан жігіт қызға барып, «Сен жезөкшесің» деп айқайлап береді. Қыз болса оны көтере алмай, бетінен бір-ақ ұрады. Сөйтіп жыны шыққан Боби мопедіне мініп алып, кетіп бара жатса, оны біреу қағып кетеді. Балаға ештеңе болмайды. Сөйтіп Боби есін жиып, бағана паркте көрген сыныптас қызына барып, екеуі біраз әңгіме дүкен құрып, шамалы сүйіседі. Таңертең Боби үйіне барып, Терриден кешірім сұрайды. Екеуі татуласып, сүйісіп, бірақ Терри кетіп қалады. Осымен фильм бітті. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписка істеп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.